Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келіпсіздер. Мен сіздермен бір күн орама нанды қалай идеально етіп жасау керектігін көрсетпекшімін. Қамырын және де ішіндегі начинка сочный болу үшін не қосу керектігін мен сіздерге көрсетпекшімін. Және де бетіндегі осы салмасын дайындауды көрсетемін. Кейбір өңірлерде ханым деп атайды екен, ал мен туып өскен өңірде орама нан деп атайды. Сондықтан да мен сіздерге орама нанды қалай жасайтынымды көрсетейін. Ең бірінші бөлме температурасындағы су және де бір жұмыртқа және тұзды салып жақсылап араластырамыз. Үшеуі біріккенге дейін тұзымыз кішкене еруі тиіс. Видеоны міндетті түрде соңына дейін бір қарап алыңыздар. Ұнды алдын ала електен өткізіп қойдым. Бетіне бірденнен осы сұйықтығымызды құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Сіздер қолдарыңыздың көмегімен жақсылап қамыр илеңіздер. Жұмсақ, қатты емес, және де қатты жұмсақ емес, өте бір идеальный қамыр болуы керек. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астындағы подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Мені жоғалтып алмаңыз. Осылай жақсылап қолымызбен қамыр илейміз. Мен Kenwoodта илеп жатырмын. Қамыр дайын болған қамырды салафанға салып, немесе бетін тығыздап жауып қалдырамыз. Тыну қажет. 20 минут сайын басып тұрыңыздар. 2-3 рет бассаңыздар, июі жақсы қанады. Ал енді начинкасын дайындаймыз. Ішіндегі салмасын, яғни мен бұл жерде сиыр етінен тартылған фарш, және де жұқалап туралған пияз, және де асқабақты қолдандым. Егер де сіздер мантыларыңыздың немесе орама нандарыңыздың сочный болған қаласаңыздар, міндетті түрде осы асқабақпен жасасаңыздар, бір суы ағып тұрады, өте керемет болады. Ал картоп қосатын болсаңыздар, картоп кішкене өзі суды өзінің бойына сіңіріп алатындықтан, құрғақ болғандықтан кішкене орама нандарыңызда құрғақ болады. Бірденнен енді тұзымыз саламыз, және де қара бұрыш қана менде дәмдеуіштерден. Менде кішкентай қолдар көмектесіп жатыр маған. Жақсылап біріккенге дейін араластырамыз. Іш майдан қоссаңыздар болады. Негізінде сатылады іш май деген нәрсе. Құйрық май қосуға болмайды, өте ауыр және де бөлек бір дәмі шығып кетеді. Сондықтан да дәмі шықпайтын кішкене жеңілдеу іш май араластырсаңыздар болады. Ал менде фарш орташа майлылықта, мен майды қаламадым. Мына жерде мен кішкене сұйық май құйып жатырмын. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша. Ешқандай май қоспадым, бірақ та осы сұйық майдан қостым. Жақсылап қысып араластырып, бетін жауып бір жерге қойып қоямыз. Тынып июі қанып тұрған қамырды алып, жақсылап ұн сеуіп, ұнның көмегімен жаямыз. Бірінші осылай қолыммен үлкейтіп аламын. Одан кейін дөңгелек етіп, жұп-жұқа етіп жаюымыз тиіс. Еттің қамырындай бір жұқалықта өте бір әдемі қамырлар болады ғой, сондай жұқалықта жаямыз. Міне байқағандарыңыздай мен жұп-жұқа етіп қамырды жайдым. Кішкене асты да көрініп тұр, бір қатты қалың емес, өте бір әдемі жұқалықта жайылған. Енді бетіне өсімдік майын осылай құйып, түгелдей жағып шығамыз қамырға. Қамыр кеуіп кетпес үшін бұл кисточканың көмегімен жақсылап шешетін барлығына жайып шығамыз осы майды. Енді қамырдың бетіне бірденен начинканың барлығын салдым. Менде бұл үлкен бір күлше, және де 450 грамм фарштан жасалынған начинка. Осының барлығын мен салып шығамын. Начинканы қамырдың бетіне түгелдей жағып шығамыз осылай. Қолымыздың көмегімен. Барлық жетінде начинка болуы тиіс, сонда өте әдемі болады. Орама нандарыңыз. Енді шетінен бастап жақсылап осылай ораймыз. Бірінші бір шетінен, одан кейін екінші шетінен, және де қамыр аяқталған жерді кішкене қысыңқырасаңыздар болады. Себебі начинка шашылмас үшін. Міне осылай дәл видеодағыдай орай бересіздер.
Әркім ас үйінде әртүрлі дайындайды, сондықтан да үлкен кісілер немесе орама нанды жақсы дайындайтын кісілер аса қатты сөкпеңіздер. Әркімнің өзінің ас үйі бөлек болғандықтан әркім өзінше дайындайды. Және де бұл жас келіндер үшін өте жақсы мастер-класс деп ойлаймын. Себебі барлығымыз да жас келін болып түскен кезде ең алдымен осы ютубтан көп нәрсені үйрендік. Сондықтан да өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, және де тегін лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Осылай соңына дейін жақсылап ораймыз. Мантаркаларыңызды жақсылап майлаңыздар, және де осылай бір-біріне жақындатып алып, одан кейін түгелдей көтеріп мен салып жатырмын. Міне салып болғаннан кейін бірденен бетіне мен сұйық майды жағып жатырмын, беті кеуіп кетпесін деп. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша. Егер де мантаркаларыңыз ауа сыртқа жібермейтін болса, бұл қажеті жоқ. Мен өзімнің қалауыммен осылай майлап жатырмын, беті кеуіп кетпесін деп. Және де қайнап жатқан суға қойыңыздар, 50 минуттың ішінде пісіп қалады. 45-50 минуттың ішінде. Қатты қайнатпасаңыздар да болады, орташа отта болса жеткілікті. Беті міндетті түрде тығыздап жабулы болсын. Орама нанды отқа қойғаннан кейін бірденен мен бетіндегі начинкасын дайындап жатырмын. Қызып тұрған табаға сұйық майды құйып, бетіне пияз саламыз. Өте жұқалап туралған. Өзі жақсылап қуырылуы тиіс. Орташа отта кішкене солыңқырау керек. Пияз солыңқырап, сарғайып келе жатқанда бетіне болгар бұрышын салдым, қызыл. Осылай дәл пияз сияқты жұқалап турауымыз керек. Сонда әдемі көрінеді. Жақсылап араластыра отырып, 1 минуттай араластырып тұрыңыздар болгар бұрышын салғаннан кейін. Бұл кезде жай отта болғаны дұрыс. Туралып қатырылған бұл жерде мен помидорды салдым, қызанақты. Сіздер свежий қызанақ салсаңыздар да болады. Және де мына жерде томат пастасын құйдым. Жақсылап араластырамыз. Менде тоңазытқыштан шыққаннан кейін осы қызанақ әлі ерімей тұр. Ерімесе де кішкене араластырып болғаннан кейін бетіне 150 грамм су құйып, 120 граммдай су құйып, жауып қоямыз. Бетін жай отта бір 10-15 минут тұруы керек. Міне орама нанымыз пісті. Менде 45 минуттың ішінде пісіп шықты. Және де бір жабысып қалған сияқты болып көрініп тұрған шығар видеода. Бірақ бұл жабысқан жоқ, себебі мен жаңа май жаққан болатынмын. Міне түсірген сәтім. Бірденнен мен кесіп түсірдім орама нандарды. Байқасаңыздар өте әдемі болып тұр. Және де арасындағы қамырда бір езіліп кетпеген. Арнайы дайындаған салмаларыңыз осылай бетіне салып берсеңіздер де болады, немесе ыдысқа құйып ортасына қойып қоюға да болады. Бұл қалай ұсыну, бұл сіздердің өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай. Мен осылай ұсынуды жөн көрдім. Және де өте әдемі көрінеді. Ортасына мен майонез қойып жатырмын. Әркім өз қалағанша алып жесін деп. Видео рецептім сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Міндетті түрде пікіріңізді қалдырыңыз. Осы кезде мен жеп көріп жатырмын. Өте керемет болған енді. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бетіндегі начинкасымен өте керемет болған. Жегенде бір приятно, қатты бір майлы емес, сулы болып тұр. Асқабақтың суы өте керемет шығады негізінде, білсеңіздер. Және де адам организміне өте пайдалы. Біз бұны буда пісірдік. Сондықтан да ас болсын, сау болыңыздар.